Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі ерекше салаттардың бірі күздік салатты дайындаймыз. Бұл салаттың құрамындағы көкөністер ешқандай қуырылмайды, барлығын турап банкаға салатын боламыз. Мен барлығын мұқият асықпай түсіндіріп көрсетемін, сондықтан видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін өткізбей көріңіздер. Ең алдымен бұл салатты дайындауға 1,5 килограммдай қызанақ, 1 килограмм қияр, 800 грамм болгар бұрышы, 700 грамм сәбіз және де 800 граммдай қырыққабат, одан кейін осындай аскөктер қажет болады. 2 бас пияз бен сарымсақ және де 1 дана ащы қызыл бұрыш қажет болады. Енді біз барлық көкөністерімізді ұсақтап турап дайындап аламыз. Қырыққабатты видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жұқалап, соломка етіп жақсылап турап шығамыз. Тураған көкөністеріміздің барлығын қазір араластыруға ыңғайлы болу үшін үлкендеу шараға немесе үлкендеу осындай ыдысқа салатын боламыз. Мінекей қырыққабатымыздың барлығын турап, осылай салып алдық. Келесі кезекте біз болгар бұрыштарын турап аламыз. Бұрышты осылай 2-ге немесе 4-ге бөліп, бұрышты да соломка етіп жұқалап турап аламыз. Мен осындай 2 түстісін алдым. Сіздер өздеріңіз қалаған түсті алсаңыздар болады. Болгар бұрышымен бірге ащы қызыл бұрышты да осылай ұсақтап бірге турап қосып жіберіңіздер. Негізі ащы бұрышты қосу-қоспа өз еріктеріңізде, ұнамаса қоспай-ақ қойыңыздар. Мінекей болгар бұрыштарын да турап шықтық барлығын. Енді жаңағы ыдысымызға, яғни туралған капустаның үстінен саламыз. Келесі кезекте пиязды да күнделікті тағамға турағандай осылай жартылай сақиналап, жұқалап турап шығамыз. Турап алған пиязымызды да жаңағы көкөністеріміздің үстінен осылай саламыз. Келесі кезекте біз сәбізді арнайы кәріс салатына арналған теркадан осылай ұзынша етіп өткізіп аламыз. Егер бұндай терка болмаған жағдайда сәбізді өзіңіз қолмен ақ жұқалап ұсақтап турап алсаңыз болады. Туралған сәбізімізді де осылай барлық көкөністеріміздің үстінен салдық. Келесі кезекте қиярды видеода көріп тұрғандарыңыздай кәдімгі салатқа турағандай осылай дөңгелетіп жұқалатып турап аламыз. Егер қиярларыңыз үлкен болып жатса, осылай ортасынан бір бөліп осылай турап шықсаңыздар да болады. Енді туралған қиярды да жаңағы үлкен ыдысымызға көкөністеріміздің үстінен саламыз. Ал енді келесі кезекте қызанағымызды турап аламыз. Қызанақты да осылай 4 бөлікке бөліп, қатты жұқа да қатты қалың да етпей осылай әдемілеп турап шығамыз. Барлығын турап алдық. Енді жаңағы ыдысымызға саламыз. Ал енді сарымсақты да видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай 4-ге немесе 6-ға бөліп ұсақ етіп турап шығамыз. Турап алған сарымсақтарымызды да жаңағы үлкен ыдысымызға саламыз. Салатымызға соңында 1 бума укроп және де 1 бума петрушка қосамыз. Егер мүлдем ұнатпайтын болсаңыздар, қоспай қойсаңыздар да болады. Осылай ұсақ етіп турап шығамыз және де салатымызға қосамыз. Енді біз қазір барлығын араластыратын боламыз. Егер ыдыстарыңыз кішкентай болып жатса немесе салаттарыңыз сыймай жатқан болса, үлкен бір дастарханның үстіне барлығын төгіп, солай араластырып алсаңыздар да болады. Мінекей жақсылап қолымызбен барлығы біркелкі болғанша араластырамыз. Бізде қырыққабат пен сәбіздің көлемі біршама басылу керек. Енді біз дәміне қарай тұзын саламыз. Мен 3 ас қасық салдым. Сіздер дәмін көріп отырып өздеріңіз салыңыздар. Одан кейін 1 ас қасық қант, яғни шекер саламыз. Негізі қантты қоспай қойсаңыздар да болады. Біздің салатымыз атылып кетпей жақсы сақталу үшін 5 таблетка осындай аспирин қышқылынан қосамыз. Аспиринді бірінші жақсылап ұнтақтап езіп алыңыздар, содан кейін ғана барып қосыңыздар. Яғни 1 литрлік банкаға 1 таблетка аспириннен салыну керек. Енді тұзы, қанты және де аспиринді жақсылап сіңгенше осылай қолымызбен салатымыз біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Және де салатқа соңында 200 немесе 150 грамм ыстық қайнап тұрған сұйық майымызды құямыз. Яғни сұйық майды бірінші газге қойып жақсылап ысытып алыңыздар, содан кейін барып салатқа қосыңыздар. Салатымызды соңында әбден жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай салатымыз біршама көлемі басылып қалды. Ыдысымыздың жартысындай ақ болып қалды. Енді бетін жақсылап жауып, шамамен 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Сол аралықта біз банкаларымызды жақсылап жуып,
булап аламыз. Мен мантываркеге шамамен 10 минуттың көлемінде булаймын. Қақпақтарында міндетті түрде 3-4 минуттай қайнатып стерилдеп аламыз. Енді салатымыз мінекей 1,5 сағат тұрды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай салаттың бойынан қаншама осылай өзінің шырыны шығады. Тағы да қолымызбен жақсылап араластырып жібереміз. Дәмін көріңіздер, тұзы аз болса тұзын қосыңыздар. Енді біз стерилленген банкаларымызға осы салатымызды салып шығамыз. Салатты салып жатқан кезде қолдарыңызбен кішкене нығыздап отырыңыздар. Осылайша барлық банкаларымызды толтырып шығамыз, яғни салаттарымызды салып шығамыз. Құрметті көрермендерім, қазақ тілді осындай каналдардың кеңінен дамуына аз да болсын өз үлесіңізді қосып, осы видео ұнаса лайк басып, каналға подписаться батырмасын басып тіркеліп қойыңыз. Мінекей біз салаттарымызды осылай салып алдық. Көріп тұрғандарыңыздай осыншама соғы, яғни шырыны артылып қалды. Енді біз сол шырынын сол банкаларымыздың барлығына теңдей мөлшерде құйып шығамыз. Құйып шыққаннан кейін осылай қасықтың немесе вилканың көмегімен араларын ашып кішкене тесіп шығыңыздар. Сол кезде жаңағы құйған шырыны барлық жағына біркелкі болып сіңетін болады. Және де тағы артық қалған шырындарын осылай толтырып құйып шығамыз. Енді біз қайнататын ыдысқа бірінші астына осылай майлық төсеп алып, банкамыздың қақпағын қатты бұрап жаппай осылай салып аламыз. Және де үстінен салқын су құямыз, яғни суды банканың бетіне дейін қатты толтырмай осылай құйыңыздар. Енді осыны газ отымызға қойып толықтай қайнағанын күтеміз. Толықтай қайнап шыққан сәттен бастап есептегенде 40 минут қайнатамыз. Егер 2 литрлік банка болатын болса, 50 минуттай қайнатып алыңыздар. Мінекей біз 40 минуттың көлемінде қайнаттық. Енді судан алып қақпақтарын жақсылап, ешқандай ауа кіріп кетпейтіндей етіп бұрап тастаймыз. Арнайы банка жапқыш құралдың көмегімен де қақпақтарын жақсылап бұрап бекітіп алсаңыздар болады. Ауа кіріп кетпегеніне, жақсылап жабылғанына көз жеткізіп алыңыздар. Осымен біздің өте дәмді, ерекше күздік салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге және отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Әсіресе ер азаматтарыңыз жақсы сүйсініп жейтін болады. Байқап тұрғандарыңыздай, қайнап шыққаннан кейін біздің салаттарымыздың түсі осылай әдемі болып өзгереді. Енді банкаларды төңкеріп қойып, үстін қалың көрпемен немесе одеялмен жауып 2 тәулікке қойып қоямыз. Осы видео ұнаса, еңбегімді бағалап, каналға подписаться батырмасын басып тіркеліп қойыңыздар. Және де жоғарыдағы видео дегенді бассаңыздар, қысқа арнап жабылатын керемет те басқа да салаттар мен банка жабу түрлерін көре аласыздар.